Step into my world. Күнде би деп мүлдем өзіміздің жеке өміріміз туралы ұмытып кеттік. Сондықтан да бүгін кішкене уақыт болғасын өзіміздің жеке өмірімізді өткізейін деп едік. Сондықтан да біз Айдан екеуміз кинотеатрға келдік. Есентайдамыз. Есентайдың іші күшті болып кеткен. Бутиктардың барлығы жабылып қалған. Күшті бутиктар қалыпты тек. Сондықтан да достарым менің где-то 70 подписчигім бар ма? Мен білем, сіздер тек қана Есентайдағы осындай күшті магазиндерден киім аласыздар. Сондықтан да келіңіздер, көріңіздер. Жаңа поступление болып жатыр екен. Қандай киноға бара жатқанымызды біз әлі білмейміз. Жалпы қандай кинолар болып жүргенін де қазір білмеймін. Вообще кино қарамайтын болып кеткенмін. Бұрында кинотеатрдан шықпайтын едім, қазір тек дорамалар қараймыз. Өзімнің Леновамда. Домашний кинотеатр. Домашний кинотеатр. И вообще бұл открытая реклама болып жатыр Ленованың. Ленова, маған ақша төлеп тұрыңыздар. Так, арғадайда еще. Сол, қазір мен Шензасыз жүрмін. Сондықтан да менің қасымда екінші Айданы. Айдананы таныйсыздар. Алдыңғы серияларда мен сізге айтқанмын ол қыз туралы. Мына әдемі қыз туралы. Жігіті жоқ, жігіттер жоқ. Біз билет алдық, біз қазір Супермахинациямен алған билеттерімізбен киноға барамыз. Оказывается, студенческий билетпен билет 50% скидка екен. Сондықтан да студенческий билеттерің болса да болмаса да студенческий билет алып келіңіздер. Как это сделала я? Вы не знаете, как она это сделала? Мен сияқты адам болу керек ондай билет жасау үшін. Бірақ прокатила. Қандай кино қараймыз қазір? Агенты Анкел. Агент Анкел. Я даже не знаю, о чем этот фильм. Бірақ та біз сол киноны қараймыз. Сосын ұнаса мен астына жазып кетемін не туралы. И қараңыздар, қарамаңыздар, ақша құртыңыздар, құртпаңыздар деп. Ладно, ақша, уақыт құртпаңыздар деп. Кішкене сырылшы. Мен 3 стакан кофе ішіп алып, енді ұйқым келмей, билегім келіп, құтырып жүрмін. Сондықтан да жатардың алдын 10-нан кейін, 11-ден кейін кофе ішпеңіздер. Растворимый кофе емес, дұрыс кофе, жақсы кофелер болады ғой. Растворимый іше беруіңізге болады. Бірақ та растворимый кофені ішпеңіздер, достар. Және де әрине, особенно қалай? Особенно сүтпен, өйткені ол целлюлиттің пайда болуына келеді. Сондықтан да растворимый кофе ішпеңіздер, достар. Ол жаңалықты мен кеше естідім. Сондықтан да бүгіннен бастап мен ондай кофе ішпеймін. Сондықтан да сіздерге де совет етпеймін. Как? Совета, кеңес бермеймін. Ондай кеңес бермеймін. Нет, так не говорится. Сендер мені түсінбейсіздер, да? Да? Сижу в Астана Киши. Нет. Сижу в Астана Киши, значит, тут очень интересно. Мне очень здесь нравится, рассматриваю артистов. На футболку садим, улыбаюсь всегда. Мне так очень весело здесь. Классно. Қазір аударып сіздерге. Қазір біз қазір сүйген жүректі айтамыз. Сүйген жүрек.